Ballar, uyga әдебиеттің оқу пәніне қандай тапсырма берді балалар? Мен сабақ кітапты. Я, сол. Кітаптың мазмұнын айту. Кітап туралы мазмұнын айту және үйде осы кітап туралы қызықты мәліметтер әкелуге бердім. Сурет салуға кәне кім дайын болды? Кім дайындап келді? Я? Мансур келе ғой. Бәріміз айтамыз. Мансур. Демалыс күні Олар айтамыз. Ақсу келе ғой. бұл біздің бірінші сыныпта оқыған ана тіліміз. Біз бұдан әрі буындар үйрендік. Мен демалыс күні осыны көп оқимын бірінші сыныпта оқыған кезде. Өте жақсы. Жарайсың. Тағы балалар. Дайын келе ғой. Ана тіліне бірінші класста оқығанмын. Тапсырмаларды жаздым, оқыдым, өзім минутқа оқыдық. Ана тілі кітабын жақсы көреді екенсің, е? Қасында нелер жазып қойғансың? Мақал жазып қойғансың ба? Мақал? Кітап білім бұлағы, білім өнер шырағы. Күш білімде білім кітаптар. Жарайсың. Отыра ғой. Тағым, кел, Нұрислам келе ғой. Мынау менің кітабым. Демалыс күнінде кітаптарым көп. Кітапты көп оқимын. Білім алам. Білім аласың. Кітапты көп оқыған адам қандай бала болады? Ақылды, жақсы бала. Ақылды, білімді. Өте жақсы екен, е? Жақсы. Отыра ғой. Жақсы балалар. Ендеше қане суреттерімізді салып қоямыз. Әрі қарай балалар. Мен сіздерге бір жұмбақ жасырайын. Қабат қаттама, ақылың болса аттама. Жұмбақтың шешуі Айлана өте дұрыс айтты, Азина дұрыс айтты. Не екен балалар? Кітап екен. Ендеше біз бүгін балалар бәріміз тақтаға қараймыз қазір. Тақтаға қараймыз. Біз тақтада қандай суретті көріп тұрмыз қазір? Кітап суретін көріп тұрмыз екен, е? Мынау қандай кітап деп ойлайсыздар балалар? Бұл кітап мына айналасындағы заттардан несіне екен? Қорқады екен. Не себепті қорқады? Кім айтады? Қолдан үшін қорқады? Лас қолмен ұстап, ручкамен жазады. Лас қолмен ұстайды деп қорқады екен. Әрқалай, Ол деген шыққан тістеп сосын оны беттерімді тістеп ұстайды деп қорқады екен. Ұлан, мынау не? су болып кетеді. Су болса, беті не істейді? Бетіндегі қазулар не істеп қалады? Су болып кетеді. Жақсы, Ол етін өртеніп қалады деп ойлайды. өртеніп кетеді деп қорқайды деп ме? Әмір айта ғой. Мына ненің суреті? Қайшы? Қайшыдан неге қорқады? Кітапты болмаса Қиып тастайды деп, кітап не істейді екен? Заттардан қорқады. Ал балалар, оқулықтарымызды ашамыз. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз жыртық кітап жылады деген өлеңді мұқият тыңдаймыз балалар. Екінші тапсырма жыртық кітап жылады. Әр беті сатпақ, сірескен шимай шатпақ. Алба-жұлба жыртық кітап, өзіне қарап, жадап жұтам. Ашу қысып, ызаланып, есіне бұрылып, назаланып. Ей, оқушы балам деді, қарашы, өзің маған деді. Жап жаңа, сүйкімді кітап едім, білім бұлағы саған деді. 1-90-ға жетпей, азырақ сыйлап, құрмет етпей. Белшеден кірге батырдың, қолға алғысыз болып жатырмын.
Мұқабамды мылжа-мылжа қып жырттың, беттеріме білеудей қолыңды сүрттің. Қаламмен тесіп түртіп, шық тесігімді шығардың. Бұл қорлыққа қалай шыдармын? Саған қызмет етуден басқа ниетім жоқ. Бірақ жұртқа қарар бетім жоқ. Ойланшы өзің, балам, не жазғым бар саған, деп. Ызалы жыртық кітап жылады. Өлеңін ауыстырып, Өтебай Тұрманжан. Шығарма. Балалар, мінекей алдарыңызда сіздердің тапсырмалар түркене әрбір топқа хат келген екен. Сол хаттың ішінде сіздерге арналған тапсырмалар бар. Кәне ашып өздерін қарай қойыңдар. Жұптық жұмыс, яғни жұп болып орындайсыңдар. Аша қойыңдар. Қандай тапсырма берілген екен балалар? Өлеңдегі жыртық кітапты сипаттап, қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған сөздерді өлеңнен тауып жазамыз. Кәне орындай қойыңдар балалар. Екеуі бірге орын. Жыртық кітап қандай екен? Беті сатпақ тағы. Алба-жұлба жыртық. Алба-жұлба жыртық, Шимай жыртпақ. Шимай жыртпақ, Беті жылба-жылба. Өте жақсы, балалар, енді біздер жұп болып орындадық. Қасымыздағы көршілеріңізге беріп тексерейік кәнекей. Бір-бірлерінің жұмыстарын тексере қойыңдар. Кәне, бір-біріміздің жұмысымызды тексеріп бағалайық. Дұрыс жазып екен. Ғазиз айта ғой. Тексердің бе? Тексерген жоқсыңдар ма? Әлі тексерді. Манту тексердіңдер ма? Фатима айта ғой. Дұрыс жазған екен, жақсы. Айбек айта ғой. Қайда? Дұрыс жазған екен, жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, мына жыртық кітап баланың оқушының қолына түспей тұрғанда қандай кітап болған? Әдемі. Сыртылмаған. Беті сатпақ емес. Тап-таза болған Тап-таза болған Өте жақсы. Ол неліктен мынандай күйге түскен балалар? Өйткені балдар оны қиып жасап, ручканы сып-сып. Қандай баланың қолына түскен бұл кітап? Ұқыпсыз, сондықтан біз қолымыздағы оқулығымызды, кітабымызды қалай ұстауымыз керек екен балалар? Жақсы балалар, алдарындағы кітапшаға қарай қойыңдар.
Өте жақсы балалар. Тамақ ішіп отырған кезде кітапты ұстамауымыз керек. Неге? Өте жақсы. Иә, сендерге Кітапты қаптау керек. сыртын үнемі қаптап жүруіміз керек екен. Міне мысалға Азинаның кітабының сырты кестеге қапталған екен. Ғазизаның да кітабы қапталған екен. Өте жақсы. Нұрислам, Әмір, Әділ, барлығы өте жақсы. Кітабымыздың сыртын үнемі қаптап жүруіміз керек екен. Жақсы балалар. Енді біз бүгінгі сабағымызда не туралы өттік балалар? Кітап туралы өттік, иә? Қандай кітап туралы өттік? Кітап туралы өттік екен, иә? Қандай күйде болды балалар? Кейіпкер. Әкемін. Иә. Кейіпкер дегеніміз не? Кітап, иә? Кітаптың көңіл күйі жоқ болды. Себебі ол өзі не істеді, балалар? Жыртып тастаған екен, иә? Өте жақсы балалар. Біздер кітапханаға барамыз ба? Барамыз. Кітап алып оқимыз ба? Алған кітаптарымызды қалай тапсырамыз қайтадан? Солай беруіміз керек. Өте жақсы. Қалай алдық кітапты? Тап-таза қылып тапсыруымыз қажет екен. Өте жақсы балалар. Ендеше алдарыңызда балалар неке? Өздеріңізге бүгінгі сабақ ұнады ма? Қай жерде қиындық болды? Тұрамыз, тақтаға іле қоямыз, иә балалар? Балалар, біз бүгінгі мына сабағымызды түсіндік пе? Қалай түсіндік? Сол себептен кітаптың мұңы деген я және жоқ деген ойынды ойнайды, балалар. Кітап нені жақсы көреді? Кітап қаптамасын? Лас қолмен ұстағанды? Қармен жаңбырды? Ұқыпты ұстағанды? Майлы қолды? Таза қолды? Жерде жатқанды? Кітап сөресінде тұрғанды? Сүйікті оқырманды? Өте жақсы балалар. Жарайсыңдар. Так, Нұрислам, неше сенде? Менде 5. Менде 5.